Өзінің биік, таза, рухани қасиетімен кітап мәдениет пен руханиятты қорғауда теңдесі жоқ қару болып табылады деген елбасы сөзін ескерсек, кітапхана мәдениет пен руханияттың тоғысатын мекені екенін аңғаруымызға болады. Өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіруге күш жұмсайтын орталық кітапхана. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен мектеп кітапханаларын қайта жаңғырту мен оқушыларды кітап оқуға баулу мақсатында елімізде республикалық оқуға құштар мектеп жобасы өз ісін алға қойды. Кітап оқуға қызығушылықты ояту үшін кітапханаларда IT, коворкинг, STEM орталықтар ашылды. Осы орайда әлеуметтік маңызы бар бастамаларды, жобаларды және бірлесе жұмыс жүргізу үшін жастардың қолжетімді жұмыс кеңістігін ұйымдастыру мақсатында біздің мектебіміздегі кітапхана ішінен коворкинг орталығы өз жұмысын бастады. Коворкинг орталықта кітап оқушылар брифингі, ақын жазушылармен, соғыс ардагерлерімен, тағы да басқа қоғам қайраткерлерімен кездесу кештері, мұғалімдерге әдістемелік көмек сағаты, оқушылар мен мұғалімдердің ғылыми жобалар мен пәндік олимпиадаларға дайындық жүргізу, әдеби джем, кітапты тап, бук питчі, 3D флипбук, бук бинго сынды тренинг ойындары, психологиялық, ағартушылық тренингтер, әдеби шығарма желісі негізінде сахналық қойылымдар қою жұмысы күннен күнге өз жалғасын табуда. Жалпы алаңы 337 квадрат метрді құрайтын кітапхананың материалдық техникалық базасы ауқымды, оқырманға қауіпсіз заманауи үлгімен жасақталған. Кітапханада біліктілікті арттыру бағытындағы ақпараттық ресурстар, оқу әдістемелік әдебиеттер, мерзімді басылымдар қоры жинақталып, сақталған. Сонымен қатар, бук кроссинг жобасын жүзеге асыруға негізделген қабырға бар. Онда оқырмандар кітап алмасып, оқыған кітаптармен өзара бөліседі. 100 кітап жобасы аясында қазақтың танымал классикалық шығармалары мен әлемдік әдеби кітаптардың қолжетімділігін QR кодтар арқылы оқуға мүмкіндік бар. Кітапханадағы 5 компьютер, 18 ноутбук, 14 планшет, 1 LED теледидарға Wi-Fi қолжетімді, интернет желісі қосылған. Және қағаз шығаруға, көшірме жасауға, сканерлеуге арналған 2 принтер бар. Абонемент залы, 50 оқырманға арналған оқу залы, кітап сақтайтын қойма орналасқан. Автоматтандырылған оқу залындағы компьютерлер мен ноутбуктарға Қазақстанның және шетелдің кітапханаларымен байланыс жасай алатын сілтемелер жүктелген. Мұнда электронды кітап қоймасында іздеу жүйесі қарастырылған. Кітапты атауымен, авторымен, шығу мерзімі және басқа да деректерге байланысты тауып алуға болады. Сонымен қатар 310 электронды оқулық бар. Жалпы 165.943 кітап қоры, оның ішінде 14.033 көркем әдебиет болса, 151.600 оқулықпен қамтамасыз етілген. 4.233 қазақ тіліндегі көркем әдебиеттер, 680 әлем әдебиеті, 1880 қазақ ақын жазушыларының шығармалары және 225 қазақ тіліндегі, 2020 ағылшын тілінде, 9800 орыс тілінде балаларға арналған әлем әдебиеттерінің кітаптары, 115 энциклопедиялық кітаптар мен 45 анықтамалық кітаптар қоры бар. Кітапхананың оқырмандар саны 2844. Оқырмандар бару саны 11397. Оның ішінде 2996-сы 2-4 сыныптар оқушыларымен, 2963-і 5-8 сыныптар оқушылары, 1228-і 9 бен 11 сыныптар оқушылары, 3890 оқытушылар, 320-сы басқалары, кітап беру саны 22773. Мектеп кітапханасы жыл сайын 8 журнал мен мерзімді басылымдарға жазылып, оқырмандарына қызмет етеді. Барлығы 81 стеллаждар, оның ішінде 4 кітап көрмесіне арналған стеллаждар, 14 кітап шкафтары, 2 кітапханашы столына арналған кафедра, 2 алфавиттік каталог шкафы мен әртүрлі кітап сөрелерімен жабдықталған. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ақын шығармашылығына арналған көрме қазіргі оқырмандардың қызығушылығын тудыруда. Оқу залында елбасы, ел бірлігі, ел сенімі бұрышы, жаңартылған білім беру мазмұнына арналған әдістемелік бұрыш, менің елім Қазақстан, атаулы мерекелік күндерге арналған рухани жаңғыру ұлт болашағы және өткізілген іс-шаралар бұрыштары. Сонымен бірге оқушылардың бір мезгіл тынығуы, сергуі үшін шахмат ойнау бұрышы да жасақталған.
оқырмандарға арналған жайлы жұмсақ диван мен креслолар, көз тартатын орындықтар мен пуфиктер және кофе, шай ішу орны да біздің кітапхананың коворкинг залында орналасқан. Олай болса, шығармашылық ортасы, оқырманға кедергісіз кеңістік, жайлы да жылы, ыңғайлы орда мұрагер мектебінің кітапханасында.